Бірінші кезекте қампалауының ұнына салқын су керек, және бір шыны мөлшерінде міне ұн керек, бір қамыр шықса болды, бір тал қамыр илегенге, жайғанда бір дөңгелек қамырға. Және су май керек, сосын илейтін тегінеміз, және бір қасық, ас қасық мөлшерінде тұз керек шайға, шай тұзшы. Сосын бұны кәдімгі ләңмәннің қамырындай қып илейміз. Көп адамдар бұны ашытып істеп жатыр, ашыту істеген мен көрмедім, мен осы Қазақстан төңірегінде. Енді кейбіреулер бір тал жұмыртқа қосып илейді. Мен бүгінгісінде бір тал жұмыртқа қоспадым, құр су май және тұз, салқын суменен қамырды иледім. Бірінші кезекте қампалауының ұнына салқын су керек, және бір шыны мөлшерінде міне ұн керек, бір қамыр шықса болды, бір тал қамыр илегенге, жайғанда бір дөңгелек қамырға. Және су май керек, сосын илейтін тегінеміз, және бір қасық, ас қасық мөлшерінде тұз керек шайға, шай тұзшы. Сосын бұны кәдімгі ләңмәннің қамырындай қып илейміз. Көп адамдар бұны ашытып істеп жатыр, ашыту істеген мен көрмедім, мен осы Қазақстан төңірегінде. Енді кейбіреулер бір тал жұмыртқа қосып илейді. Мен бүгінгісінде бір тал жұмыртқа қоспадым, құр су май және тұз, салқын суменен қамырды иледім. Жұмсақтап, әдемілеп қамырды ләңмәнің нанындай және жазғанда жақсы жазылатындай қып қамыр илеп аламыз. Енді қамырымызды біріктіріп илеп алғаннан кейін арғара ең қандырып, тағы да біраз илеп, сосын мынандай силауыт қалталарға салып, біраз тындырып қоюға қойып қоямыз.